Армысыздар, сіздермен Киномен. Бүгін біз 10-шы жыл атты фильмге шолу жасаймыз. Өркениеттің ақыры келгенде адамдар адами қасиеттерінен айнып хайуанға ұқсауда. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. Фильм өркениет құлағаннан кейін тірілер өлілерді, ал 10 жыл өткеннен кейін тірілерді жалмағанын айтып басталады. Келесі көріністе орман ішінде әкесі мен баласы шошқаға аңшылық жасауда. Олар аңды садақпен жаралап ізіне түседі, бірақ таба алмайды. Қайтар жолда олар кішкене баланың аяқ киімі мен жалғыз аяқ жолды табады. Адам ізімен жүре, олардың алдынан бұзылған көліктер шығады. Жігіт көліктің бірінен тәтті нан тауып, әкесінен жасыра дәмін татады. Олар керек жарақтарын алып жатқанда жігіт байқаусызда дыбыс шығарғышты басып кетеді. Дыбысқа бір топ жабайы иттер келе жатқандықтан екеуі көлікке жасырынады. Біраз уақыттан кейін олар көліктен шығып сапарларын жалғастырады. Жігіт бұл кезде де әкесінен жасырып тәттіні жеп сыртын тастап кетеді. Олардың мекені орман ішінде ағашпен жасырылған. Бұл жерде жігіттің ауру жары бар. Жігіт сүйіктісіне дәрі беріп қамын жасауда, ал әкесі көліктен тапқан темекі қалдығын шегеді. Жігіт азанда тұрып жасырын әжетханаларына барады. Дәл осы жерде ол бір топ адамдарды көріп лашығына қарай жүгіреді. Әкесі бірден жиналып лашықтың екінші жағын ашып шығады. Солай екеуі ауру қызды сүйрелей шығып әжетханаларына келеді. Ер адам баласы мен келінін жасырғанда адамдар байқап қалады. Шал екеуін жасырып бір топ жаумен айқаса кетеді. Әрине оның жеңіп шығуына мүмкіндік жоқ еді. Бір топ адамдар лашықты тонағаннан кейін шалды заттарымен алып кетеді. Оның сөмкесінде қызға керек дәрі бар. Кейіпкер сыртқа шығып лашықты ретке келтіріп сүйіктісінің дәрісіз ұзаққа бармайтынын түсінеді. Бірақ қызды өлтіруге дәті бармайды. Сол себепті ол әкесін өлтіріп дәріні алып кеткендердің соңынан шығады. Жігіттің жылы киімі болмағандықтан ол қатты жаурайды. Осы сәтте ол бір баланы байқап соңынан ереді. Бала бір ғимаратқа еніп атасының жанына жасырынады. Кейіпкер шалдың жылы киімін тартып алып сапарын жалғастырады. Жолда ол шоқта қалған адам қалдықтарын табады. Ол қалдық әкесінікі болуы мүмкін. Кейіпкер әкесін жерге көміп, ағаш басына шығып, алыстан шыққан түтінді байқайды. Осы сәтте ер адам құлап кетеді. Оның айқайын естіген жабайы иттер сол маңға жүгіреді. Кейіпкер қалған шоқты бірден тұтатып, отты үдетуге тырысады. Қараңғыда аш иттерге қарсы оның жалғыз қорғаны от. Түннен аман шыққан жігіт орман ішінде тігілген шатырды көреді. Оның ішіндегі адамның құр сүлдері қалған. Кейіпкер шатырдан сіріңке, бәкі және ысқырық табады. Артынша сол маңда жүрген әлгіндегі баланы көреді. Бала жігітті көре сала қашып кетеді. Кейіпкер алға жылжып өздеріне шабуылдаған адамдардың бірін табады. Әйелдің соңынан ерген жігіт тұрақтарына келеді. Кейіпкер білдіртпей жақындай бергенде тұзақты байқап, аттап өтіп, әкесінің сөмкесін тауып, ішінде ештеңке жоқ екенін көреді. Осы сәтте оның артынан сол бір әйел шабуылдайды. Екеуі айқастан, жігіт оны өлтіріп тұрақты тінтейді, бірақ дәріні таба алатын емес. Жауларының жақындағанын байқаған жігіт керек жарағы мен әйелдің денесін сүйреп әкетеді. Жасырынған жігіт бір топ жауларының әлгіндегі баланы ұстап алғанын көреді, және сүйіктісіне керек дәріні жаралы адамның бірі ішуде. Топтың басшысы әйелін іздеп кеткенде, қалғандары жемтіктерін дайындаумен әлек болады. Топтың бір мүшесі сыртта жатқан балтаны тауып, шикілікті сезіп, қалғандарымен бірге іздеуге шығады. Тұрақты қарап жаралы адам жалғыз қалды. Жігіт осы сәтті пайдаланып, баланы босатып жібереді. Баланың айқайына шыққан жаралы адам баланы қуа жөнеледі. Жігіт сандықтың құлпысын бұза алмай көлік астына жасырынады. Қуғыншылар келіп, баланың қашып кеткенін біліп, әйелдің өлі денесін табады. Бұл уақытта кейіпкердің лашықтағы сүйіктісінің халі нашарлап, ішерге суы да қалмаған еді. Азанда жігіт көліктің астынан шығып, ұйқыда жатқан жауларының лашығына кіріп, сіріңкенің жарығымен басшының мойнындағы сандықтың кілтін алады. Кейіпкер сандықтан дәрін алып, сандықтың құлпысымен есікті жауып қашып кетеді. Қуғыншылар бірден оның соңынан түседі. Бұл уақытта ашыққан жабайы иттер қыздың лашығын қоршап алған. Қуғыншылардан ұзап кеткен жігіт жолда сол бір бала мен шалдың тұрағына келіп, иттердің шалдың ту талақайын шығарғанын көреді. Көргенінен есін жия алмаған жігітті қуғыншылары ұстап алады. Кейіпкер байлаулы күйі есін жияды. Адамдар астарын даярлау үшін от жағып қылыштарын қайрауда. Жігіт осы сәтте жерде жатқан ысқырықты аузына салып ысқырады.
Ысқырық даусын естіген иттер жапа-тармағай дыбысқа қарай жүгіреді. Кейіпкерді тастаған жаулары бас сауғалай қашады. Жігіт бәкісімен қол-аяғын шешіп иттерден жасырынғанда иттер қашқындарды қуып кетеді. Шал бір әйелді құрбан етіп, кейіпкерге қайта барып қашып кеткенін көреді. Олар жігіттің соңына түседі. Кейіпкер олардың көзін құртпай тыныштық жоқ екенін түсініп тұзақ құрады. Біреуін жайратып, оның киімін киіп, екіншісін өлтіреді. Енді тек басшы қалды. Садақты алған жігіт шалды жаралайды. Бірақ жебені екінші мәрте тартқанда үзіліп кетеді. Осы сәтте иттер де жақындап қалған. Екеуі қашқанда жаралы шал ұзаққа бармайды. Кейіпкер лашығына қайтар жолда орман ішінде орналасқан үйді көреді. Есік алдында отырған дененің жанында тапанша жатыр. Ер адам үйге кіріп жабдықтарға толы екенін және автоматтың барын көреді. Бұл жерде ауыз су мен тамақ та бар. Кейіпкер тамақпен қамданып жатқанда аман қалған шал кіреді. Жігіт автоматты алып шүріппені басады, бірақ ішінде оқ жоқ. Екеуі айқаса келе шал жігітті қылғындыруда. Кейіпкер оның жарасын басып, әлгіндегі тапаншамен көзін құртады. Ер адам қайтар жолда сол бір баланың тұрағынан өтіп бара жатып тамақ тастап кетеді. Ол лашыққа жеткенде есіктің ашық тұрғанын көреді. Сүйіктісі еш жерде жоқ. Осы сәтте қайғырып отырған жігіттің жанына қыз келеді.